Банкротқа өтініш бергісі келген адам осыған дейінге өтініш бергенін растау керек қой. Әзірге миллионның үстіндегі азамат. Астана қаласы бойынша соның ішінде 84.861. Біреудің атына мүлкін жазып жіберсе, көлігін, үйін, ол қанша аралыққа дейінгі тарихы қарастырылады? Соңғы 3 жылдың ішінде әрекет қарастырылады. Төлей алмай алған бір 200-300 мың ақшасын банкрот деп жариялағаннан гөрі болашақ салдарын да ойлау керек. Қазақстанда экономикалық белсенді 9 миллион 300 мыңға жуық халық бар десек, мәжіліс депутаттарының айтуынша, соның ішінде 8 миллионға жуық қазақстандықтың басында несиесі бар. Жалпы несие қамыты қазақстандықтарға қалтасына ауырлық салып отқаны ол баршаға белгілі жайт. Бүгін ғана соңғы жарияланған қаржы нарығын дамыту агенттігінің мәліметінше, елдегі тұтынушылық несие көлемі былтырдан бері тағы 24%-ға өсіп кеткен. Айналып келген кезде халық жыл сайын несиеге батып бара жатыр. Бұл мәселе осы күнге дейін қатты күрделеніп келді де, қаңтардан бастап президент қол қойып, жеке тұлғалар банкроттығы туралы заң қолданысқа еніп жатыр, бірақ ол қол қойылғанымен наурыз айынан бастап қолданысқа енбек. Біз осы төңірегінде бүгін кеңінен сөз қозғамақ болып отырмыз. Бізге қонаққа Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің берешектермен жұмыс басқармасының басшысы Исабек Зауытбекұлы келіп отыр. Армысыз ағайын, мен журналист Ербол Тұрымбет. Біз бүгін Халық үні YouTube арнасындамыз. Исабек Зауытбекұлы, эфирімізге қош келдіңіз. Сіздердің осы заң қолданысқа енгізілгеннен бастап жұмыстарыңыздың қыза бастайтыны түсінікті. Тура осы мәселемен тікелей жұмыс істейтін мамансыздар. Бізге алдымен осы заң тұрғысынан сөйлеп берсеңіз, бұл заң қабылданды, ендігі халықпен арадағы жұмыс қалай жүреді? Бұл заң халыққа оңай түсінікті болып жатыр ма? Және халық ескеруі тиіс, меңгеруі тиіс қандай жайттар бар? Рахмет. Бүгін күнді көріп отқанымыздай 1 қаңтардан бастап аталған заң ресми түрде жарияланды. Осы заң жарияланғаннан күннен бастап бізге 60 күн уақытымыз бар. Ол наурыз айынан бастап өтініш білдірушілер өтініш бере алады. Осы заң қабылданғаннан бастап әрине көптеген азаматтар болды. Осы заңдар күтіп отқан. Бұл халықаралық тәжірибеде бар заң. Әрине 22 жылдың басында президентіміз тапсырма беріп, осы заң қабылдауға тапсырма берілген. Сондықтан тапсырма әзірленіп, 1 жылдың ішінде заң қабылданды. Енді халыққа біз күтіп отқан азаматтар бар, заң шығып отқан, естіп отқандар бар, бұқаралық ақпараттық құралдар арқылы жеткізіліп жатыр. Сол себептен тағы да ескертіп айтатынымыз, ол наурыз айына дейін уақыт бар, наурыз айынан бастап өтініш білдіре алады. Сол себептен асықпай, байыппен кішкене күтулерді сұраймыз. Осы уақыттың ішінде біз ақпараттық құралдар арқылы ресми түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Одан бөлек мемлекеттік кірістер органдар арқылы кез келген аудандық органдар бар. Азамат өзін тіркелген жергілікті орны бойынша барған жағдайдың өзінде немесе қоңырау шалған кезде де біз нақты түсіндіретін боламыз. Енді рұқсат болса, біз қысқаша түсіндіріп өтейін. Банкроттық саланың 3 түрлі рәсім бар. Ол бірінші соттан тыс банкроттық рәсім, екіншісі соттық банкроттық рәсім, және үшіншісі төлем қабілетін қалпына келтіру. Ең көп қозғалатын мәселелердің бірі ол бізде соттан тыс банкроттық. Бірінші желтоқсан күні бойынша мемлекеттік кредиттік бюроның мәліметі бойынша Қазақстан бойынша 1 миллион 61 мың азаматта 12 айдан аса қарызы бар болып осындай мәлімет беріп отыр бізге. Банкротқа былай жетқанда дайын тұр деген азаматтар есеп ғой. Дайын тұр деген азаматтар, әрине олардың біз былайша айтқанда жоғарғы деңгейдегі қалай айтсақ болады, ақпараты, өйткені оның біз тереңдетіп кішкене қарауымыз керек, оның шарттары бар. Ол шарттардың барлығы жата ма, жатпай ма, сол біз болашақта жасайтын боламыз. Әзірге миллионның үстіндегі азамат. Астана қаласы бойынша соның ішінде 84.861 деп ұсынылып отыр. Осы 84.861-ді болашақта осы шарттарына сәйкес келетін кісілер өздерін жаңағы банкроттық рәсімге қолданыла алады. Енді жалпы заңның өзін қарайтын болсақ, ол әлеуметтік жағдайды жақсарту
жасалған заң болып саналады. Мен қазір сіздерге түсіндіріп кетіп, кейін әрине салдар да бар. Сол салдарын да ойлануымыз керек. Бірінші шарты ол негізгі осы қолданылатын соттан тыс банкроттық, ол тек қарыздары, банктерге қаржы болса, микроқаржы ұйымдарына қаржы болса, және коллекторлық агенттіктеріне қаржы бар кісілер ана қолдана алады. Олардың тағы да шарттары бар. Осы банктерге қарыз кісілердің соңғы 12 ай ішінде төлем жасалмаса, ол ең маңызды бірінші шарты. Екінші шарты иелігінде мүлік болмаса, ол иелі өзінің атында, және бір меншік иесінде ортақ меншік иесінде деп айтады, мүліктердің жоқ болуы. Былайша айтқан кезде өзінде басында мүлік болмау керек, және біреумен ортақтасып та мүлкі болмау керек. Ортақтасып та мүлік болмау керек, дұрыс айтасыз. Келесі шарт банктермен қандай да бір келісім шарттар болуы. Ол жақсарту үшін, төлеу үшін бір әрекет жасауы. Ол тек қана өзін ешқандай іс-әрекет жасамай, өзін банкроттық деп жарияламай, ол кісіні біз заңға әрине судында сұрау бар дейді ғой. Ол кісі кейбір азамат бар, әрине қарызын алып төлеп жүрген, адал төлеп жүрген кісілер бар. Кейбір азаматтар бар, ешқандай төлемей, осы банкроттық рәсімге қолданғысы келетіндер. Сол себептен ол кісі алдын ала, егер банкке өтініш жасап, менің қарызымды кешіруді сұраймын, әртүрлі өздерінің банктік заңдары бойынша, немесе өсімпұлды тоқтата тұрыңыз сұраймын, немесе 2 жылға берген қарызымды 4 жылға, 3 жылға созуымды сұраймын деген сияқты сондай әрекет жасаған іс-әрекетінің құжаты керек. Осыған дейін, яғни банкротқа өтініш бергісі келген адам, осыған дейінде өтініш бергенін растау керек қой. Өтініш бергенін, ол өтінішті жалпы қазір мемлекеттік кірістер органдарына береді ғой. Ал банктердің өзіне өтініш білдіріп, несиені кішкене жеңілдетіп беруін сұрап, қандай да бір әрекет жасаған келісім шарттар, есеп айырысу құжаттар керек болады. Бұндай критерий қарастырылған ғой сонда, иә? Қарастырылған, осы шарттардың. Яғни сіздер өтініш түссе, ол азамат банктерге осыған дейін несие жағдайын жеңілдетуге өтініш берді ме, бермеді ме, соған міндетті түрде қарайсыздар? Иә, оны міндетті түрде қараймыз. Немесе банк жауап бермеуі де мүмкін, әртүрлі жағдайлар бар ғой. Бірақ азаматтың банкке жазып, сондай құжаттары банк қалай жауап берді. Ал егер азамат банктерге ешқандай өтініш бермей, үштігелі жоғалып, ақшасын төлей алмай жүрсе, ондай азаматтардың өтініш қарастырыла ма? Ол басқа қазір мен қосымша ерекше жағдайлар бар, сол жағдайда қарастырылады. Оны қазір қосымша айта кетейін. Келесі, ол қазір енді жаңадан шығып отыр, бірақ болашақта, мысалы, соңғы 7 жылдың ішінде өзін банкрот деп жарияламаған кісі өтініш білдіре алады. Енді бізде ерекше 2 жағдай қарастырылған. Ол бірінші жағдай, әлеуметтік көмек алып жүрген кісілер бар. Сол соңғы егер 6 ай ішінде әлеуметтік көмек алып жүрген жағдай болған өзінде, ол бағанағы біз айтып отқан соңғы 12 айдың ішінде қарыз өтелмеуі керек қой, міндетті түрде. Бірақ сол әлеуметтік көмек алып жүрген кісілерге ол қарастырылмайды. 6 ай көлемінде әлеуметтік көмек алса, атаулы әлеуметтік көмек алса, ол кісі қолданылады. Бірақ ол кісіде жағдай мүлік болмау керек, аталған қалған стандарттық шарттар сақталады. Тағы да бір ерекше жағдай қарастырылған, егер қарыз сомасын 5 жылдан артық төлемей жүрсе, ол кісілер, егер мүлкі болса да, қарыз сомасы 5.500.000-ден жоғары болса да, ол кісілер бұл шағым өтініш білдіре алады. Жалпы бұл соттан тыс банкроттық рәсімі 1600 айлық есептік көрсеткіш, ол 5.520.000 теңгеден төмен сомалар берілуге өтініш құқығы бар. Енді қалай деп түсіндіруге болады? Осы заңда негізі заң бойынша олар өтініш береді. Заң өтініш электрондық үкімет арқылы арнайы нысан болады. Ол нысан қазір жасалып жатыр. Нысан наурыз айынан бастап іске қосылады. Сол аталған нысанда электронды түрде барлығы түсінікті жасаймыз. Мемлекеттік кірістер комитет тарапынан жасалынады ол.
қаржы министрлігімен. Сол жерде аталған көрсетілген нұсқаның барлығын толтырып жолдайтын болады. Ол болашақта енді қазіргі кезде халықты көп мазаламайтындай, көп шығын кетірмейтіндей жасауға әрекет етіп жатырмыз. Ол қалай? Компьютер арқылы, интернет жүйелері арқылы жаңағы өтінішін толтырып жіберетіндей болса деп солай жобалап отырмыз. Яғни электронды үкімет порталы арқылы өтініш беріп, одан артық көп құжат жинамайтындай, барлығы электронды түрде жеңіл өтетіндей процедура. Ары қарай ол біздің өзіміздің базалармен бүкіл мемлекеттік органдардың, банктердің ақпараттарын біз өзіміз жаңағыдай тексеріс жүргізе береміз. 15 күннің ішінде, өтініш бергеннен бастап 15 жұмыс күннің ішінде біз хабар береміз. Жаңағы аталған кісіге сізге қатысты банкроттық рәсім қолданады, немесе қолданбайды. Қолдана алмайтын болса, оның себептерін жазамыз. Себептерін сіз жойғаннан кейін сіз жаңағыдай қайтадан өтініш білдіре аласыз. Бірақ тек 3 айдан кейін. Егер сізге қатысты банкроттық рәсім қабылданады, жүргізіледі, рәсім дейтін болсақ, соттан тыс банкроттық рәсім жүргізетін дейтін болсақ, онда біз электрондық үкімет сайтына шығарамыз ол кісінің тізімін. Сол жерде ол тізім тұрады, ол кісі көре алады, және ол кісіге біз хабардар етеміз. Хабардар етіп, ол кісі біліп отырады. Мерзім 6 ай. 6 айдың ішінде, соңғы 3 жылдың ішінде қандай да бір шаралар жасаса, кредиторларға төлемейтін, бұлайша айтқанда банктер алдында төлемейтін, ол кісі осы заңды пайдаланып, болмаса қандай да бір іс-әрекеттер жасаса, тұрғын үйді немесе көлігін басқа бір кісінің атына аударып жіберсе, туысқанның атына дейік, сондай аударып жүрген жағдайда, немесе жалпы жалтару мақсатында жасалса, онда біз банкроттық рәсімін тоқтатамыз. Әртүрлі қитұрқылыққа бару мүмкін ғой, Қитұрқылыққа бару мүмкін. Әрине, адамнан амал артылмайды ғой. Адам бәрі 5 саусақ бірдей емес дегендей, көпшілік халық жалпы негізгі жалпы халық ол дұрыс орындауға тырысады, дұрыс жасайды деген сенімдеміз, және солай болу керек. Сіздер мына жағдайды қалай анықтайсыздар? Мысалға айталық, бір адам банкроттыққа өтініш бергісі келеді. Басында ешқандай мүлкі жоқ, ортақ мүлкі де жоқ, ештеңесі жоқ. Яғни ол отбасылық жағдайы дұрыс болуы мүмкін, бірақ ол өзі қаржылық жағдайын қиындатып көрсететіндей адамдар болуы мүмкін ғой. Сіздер оны қалай анықтайсыздар, оның төлем қабілеті бар екенін, ол осындай қитұрқылыққа барып жүргенін? Бізге өтініш берген кезде өтінішті нақты сол уақытта қараймыз, өтініші бар ма, жоқ па, бірінші сатысында. Әрине, жаңағыдай жоғарғы деңгейде, поверхностты дейді, былай айтқанда жоғары деңгейде қаралады. Ол кісінің сол берілген күннің сәтіне қандай да бір мүлкі бар ма, жоқ па? Мүлкі жоқ. Қарыз сомасы 5,5 миллион теңгеден аспаған. Соңғы 12 ай ішінде төлем жасалмаған. Жарайды, сіз банкпен жаңағыдай келісім шарттар жасап тырысқан. Жарайды, сіз бірінші сатысын өткіземіз. Екінші сатысына қарай біз толығырақ тексерген кезде соңғы жаңағыдай уақытта қандай іс-әрекеттер жасады. Ол жалтарып, ол кезде біз жаңағы тарихымен сұрастырамыз, мүліктерді, бұрын қандай, қашан мүлкі болған, қандай әрекеттер жасады, не үшін төлемей қойды, осы әрекеттер бәрін қарастырамыз. Немесе ол кісі жасырып мүлкі бар ма деген сияқты жаңағыдай жасырып өтірік бір құжаттарды былайша айтқанда бір өзгертті ма деген сияқты осы мәліметтерін қарап отырып анықталған жағдайда біз кредиторға жолдаймыз. Және де біз шешім шығарып, кредитордың өзі де жаңағыдай өтініш білдіре алады, немесе біздің тарапымыздан жоқ, сіз банкроттық рәсімге ары қарай жүруге келмейді, сіз осындай іс-әрекеттер жасапсыз, оған қатысты тағы да айыппұлдар қарастырылып, қазір қол қойылып жатыр.
Яғни былайша айтсақ, біреудің атына мүлкін жазып жіберсе, иә көлігін, үйін, көлігін, болмаса қымбат телефонын айталық, біреудің атына тіркеп жіберсе, сондай мақсатта біз банкрот рәсімді тоқтатамыз. Ол қанша аралыққа дейінгі тарихы қарастырылады? 3 жыл, соңғы 3 жыл тарих. 3 жылдың ішіндегі әрекеті. Соңғы 3 жылдың ішінде әрекет қарастырылады. Барлық 3 түрлі рәсімді тек қана қарыз азаматтың өзі ғана бере алады. Банктер, микроқаржы ұйымдары немесе басқа кредиторлар бұл кісі банкрот деп бере алмайды. Ол өзі ғана өтініш жасай алады. Несие алған адамның өзі ғана өтініш беру керек, басқа ешкім құқығы жоқ. Ешкімнің құқығы жоқ. Екінші рәсім ол жаңағы соттық банкроттық. Соттық банкроттықта сот тарапынан қарастырылады. Ол жердегі жаңағы алдындағы айтып кеткен шарттардың барлығы негізі қалады. Тек қана ол жерде айтып кеткенде мүлкі болған жағдайда да өтініш бере алады. Ол мүлік сот тарапында жүргізілген кезде уақыты мерзім 6 ай. 6 ай соттық банкроттық жүргізгенде сот қарастырады. Егер банкрот деп тануға дейін қаржылық басқарушылар болады бұл жерде. Қаржылық басқарушылар ол әкімшілер болып саналады. Қазір бүгінгі күнде заң тұлғалары аясында, банкроттық аясында жұмыс жүргізіп жатқан әкімшілер, кәсіби бухгалтерлер, заң консультанттары бар, аудиторлар бар. Осы 4 тізімді айтып кеткен бойынша мемлекеттік кірістер комитетінде бұлардың осы кісілердің өтініш беру арқылы жаңағыдай қаржылық басқарушылар тағайындалады. Қаржылық басқарушылардың жұмысы сотқа арыз, жергілікті жер бойынша, тұрғылықты жер бойынша арыз береді. Сотқа арыз бергеннен бастап сот бірінші қаулы шығарады. Сол қаулының барысында қаржылық басқарушыны тағайындайды. Қаржылық басқарушы тексеріп көреді. Азамат нақты банкроттыққа жарай ма, жарамай ма, ол кісінің қаржылық жағдайын бақылап, мүлкі бар ма, мүлкі жоқ па, ақшасы бар ма деген сияқты сотқа өзінің атынан ұсыныс айтады. Жоқ, бұл кісі банкроттыққа жарамайды, банкротқа жарайды деген сияқты соттың шешіміне қатысады. Және де сот барысында 6 ай бойы осы банкроттық рәсімді жүргізеді. Егер ол жерде мүлік болса, мүлікті сатып, жаңағыдай кредиторларға талабына өндіріп береді. Бірақ сатудың барлығын өз жүзеге асырады. Сату барлығын жаңағы қаржылық басқарушы жүргізеді. Енді соттық банкроттықта біз айтып жатқанымыз алдыңғы бірінші рәсімінде ол соттан тыс банкроттықта 5 миллион 500-ге дейін деп соманы айттық. Бұл жерде 5 миллион 500 сомадан жоғарғылар береді. Және де ол жерде мүлкі бар болса да бере береді. Және де банктен басқа да қарыздар болса, соттық банкроттыққа жүгінуге мүмкіндіктер бар. Жаңағы біз мүліктерді айтып жатырмыз. Мүлік жайында егер пәтер болуы мүмкін, көлік болуы мүмкін. Енді бұл жерде үлкен халыққа уайымдататын сұрақ туындайды. Егер жалғыз баспана деген. Егер жалғыз баспана болған жағдайда қандай шаралар қолданылады? Жалғыз баспана кепіл нысаны саналса, кепіл болып. Онда кредитор жалғыз баспананы алып қоюға құқылы. Егер жалғыз баспанасы кепіл болып саналмаса, онда құқығы жоқ кредиторлардың алып қалуға. Сонда жалғыз баспанасы өзінде қалады. Банкроттық рәсім 6 айдың ішінде өтті дейік. Бар мүліктер сатылды. Кредиторлардың талаптары орындалды. 100% орындалса біз қуанамыз. 100% орындалмай, жартылай орындалуы мүмкін. Қалған сомалар кешірілуге жатады. Қалған сома кешірілуге. Яғни жалғыз баспанасы кепілде тұрмаса, өзінде қалады. Қалған сатылған мүлкі сатылып, жабылмаған күйінде қалғаны кешіріледі. Қалған кешіріледі. Кешірілуге жатпайтын қарыздар бар. Ол алимент, алдында қарыздар, адам денсаулығы мен өмірге зиян келтірген қарыз сомалар бар. Содан кейін соттың шешімімен мемлекеттің пайдасына шығарылған шешімдер бар. Және де мынау
Соңғы сол қылмыстық құқық бұзғаны үшін салынған сомалар болса, зиян келтірген сомалар болса, осы жаңағыдай тізім бойынша 4 тізімді айтып кеткен, ол ешқандай кешірілуге жатпайды. Енді бізде үшінші рәсім төлем қабілетін қалпына келтіру. Енді бұл рәсім біз осы 3 рәсімнің ішінде осы төлем қабілеттігін қалпына келтіру рәсімі өте былай халыққа кішкене көптеген көмегін тигізуі мүмкін. Халыққа да, кредитор алдында да былай айтқанда кішкене әділ деп айтсақ та болады да. Өйткені ол кісі сот арқылы төлем қабілетін 5 жылға бөліп төлеуге мүмкіндік алады. Ол кезде жаңағыдай үстінен айыппұлдар тоқтатылады. Мына осы қарыз сомасын мен 5 жылға бөліп төлесем, ай-май, ол қалай? Менде атымда мүлік бар. Қандай да сол мүлікті мен жалға беремін. Немесе мен мүлігім қымбат бағада тұрады. Мен оны сатып, арзанырек мүлік аламын, сол арқылы жабамын деген сияқты. Немесе жұмысқа тұрам. Осы сияқты осын егер дәлелдесе, сол кезде жаңағыдай арнайы бізде жоспар болады. Сол жоспармен сот арқылы 5 жылдың ішінде төлеп құтылу мүмкін. Бұл өте тиімді. Екі жаққа да тиімді. Екі жаққа да тиімді рәсім бұл айтқан кезде. Олар да ақшасын алады, бұл да қарыздан құтылады бір жеңілдетіп. Жеңілдетіп, ол жерде қарыздарын кешірілу қолданылуы мүмкін, егер банк тарапынан сондай келісім берілсе, немесе микрокредиттік ұйымдар атынан сондай келісім берілсе. Және де бұл кезде салдар болмайды. Жаңағыдай 5 жылдық біз қазір салдарына тағы тоқтап кетемін. Осы төлем қабілетті қалпына келтіруде салдар болмайды. Және де бұл жерде көмектесетін қаржылық басқарушылар болады. Бұл рәсімде де қаржылық басқарушылар қалай беру керек екенін өтініш соларды түсіндіріп, кеңес беріп, өздері қатысып жүргізіліп отырады. Енді бұның салдары да бар. Сол салдарын рұқсат берсеңіз, салдарын айта кетейін. Банкроттық рәсім біткеннен кейін жаңағы азамат соңғы 5 жыл рәсім біткеннен кейін 5 жыл ешқандай несие ала алмайды. Тек қана ол ломбардтан басқа. Ломбардтарда енді кішігірім несиелер алу мүмкін, ал негізі 5 жыл бойы ешқандай несие ала алмайды. Ол кісі ойлану керек, болашақта қандай бір кәсіп ашу мүмкін, немесе той-томалақ, оқу дейді, енді әртүрлі пәтер алуға көптеген несие ол кісіге жаңағыдай бірдеңе сатып алуға да, ешқандай күнделікті несие аламай қалады. Бөліп төлеуге де ештеңе аламайды. Бөліп төлеуге де ештеңе аламайды. Соны осы жайтты бірінші қараған дұрыс деп ойлаймын. Яғни төлей алмай алған бір 200-300 мың ақшасын банкрот деп жариялағаннан гөрі болашақ салдарын да ойлау керек дейсіз ғой. 300 мың, 200 мың теңге үшін немесе 500 мың теңге үшін болашаққа жаңағыдай өзін банкрот деп жариялап 5 жыл деңгейде әртүрлі қазір мысалға қолжетімді ұялы телефон болсын, күнделікті керек заттардың бірі ғой. Одан басқа бала-шаға өсіп жатыр, оқытуға, пәтер алуға, сол сияқты осындай алдында үлкен кедергі пайда болады 5 жыл. Одан кейін 3 жыл аралығында біз банкроттық рәсім біткеннен кейін қаржылық мониторинг жүргізіп отырамыз. Қаржылық мониторинг қалай жүргізіледі? Егер сол 3 жылдың ішінде жаңағы аталған азамат өзінің атына қандай да бір мүлік тіркесе, көлік сатып алғысы келсе, пәтер сатып алғысы келсе, сондай тіркеуде тұратын дүниелер алған кезде біз жаңағы кешірілген соманың бәрін қайтадан орнына қойып банкроттық рәсімді қайтарамыз. Осындай салдар бар. Яғни сіздер бәрібір алынған нәрсені орнына қойып беру керексіз. Орнына қойға міндеттіміз. Ең бірінші ол негізі жаңағы үшінші салдарын айтып кетейін. Үшінші салдар ол соң 7 жыл ішінде өзім қайта банкрот деп жариялай алмайды. 7 жылдың ішінде. Негізі енді банкроттық деген рәсімнің өзі көбінесе ойлайды ғой халық арасында. Банкрот деп жарияланды деп естіп атамыз. Банкроттық деген рәсім ол кешіру деп
ойлайды да көбінесе. Жалпы банкроттық рәсімнің өзі негізгі жаңағы кредиторлардың талаптарын орындау. Кредиторлардың талаптарын орындау, солардың қарызын қайтарып беру рәсімдер негізі жалпы сондай болып заңда қарастырылған. Ол жаңағы мүліктері, тыққан мүліктері болуы мүмкін, жалтарған мүліктері мүмкін, соның бәрін қайтарып орнына қойып, немесе бұл жерде кредиторлар 2-3 кредитор болуы мүмкін, ол таласып жаңағыдай дүниесіне таласуы мүмкін, сол мүлікті алып әділ түрде бірдей деңгейде бөліп беруге арналғанда, ешкімді ренжітпей, осылай банкроттық рәсім жалпы жаңағыдай әртүрлі спорный жағдай дейміз ғой енді, талас тартысқа түсірмей дұрыстап заңды түрінде рәсімді бітіру. Тағы сонымен қатар қосатын жайт, бүгін күндері мысалға көптеген осы заң аясында 18 заңға қосымша жаңағыдай баптар, толықтырулар енгізіліп жатыр. Оның маңызды толықтырулардың бірі ол құқық бұзушылық заңына айыппұлдар қарастырылған. Егер азамат жаңағыдай қарызгер айтқан кезде өзінің сомасын алаяқтықпен айтқан кезде әртүрлі басқа жолдармен құжаттарды өтірік жасап, немесе сондай соған құжаттарға келтіріп жасап, осы біздің шарттарымызға жасалған шарттар жасалынса, оған 200 айлық есептік көрсеткіш айыппұл қарастырылып отыр. Ол 690 мың теңге шамасында айыппұл қарастырылып отыр. Одан басқа банкроттық рәсіміне жасалып жатқан кезде қандай да бір ақпаратты толық бермей, дұрыс емес беріп, жаңағыдай тағы да жасырған жағдайда 100 айлық есептік көрсеткіш тағы да айыппұл қарастырылған. Одан басқа қаржылық басқарушылар бар бізде. Жаңағы ол соттық банкроттық, төлем қабілетін қалпына келтіру банкроттық рәсімдерінде қаржылық басқарушылар жұмыс жасайтын болады. Сол қаржылық басқарушыларға да жұмыстарын адал жасау үшін, дұрыс жасау үшін жауапкершілікке 15 айлық есептік көрсеткіштен 100 айлық есептік көрсеткіштің аралығында жауапкершілік болады. Елде бізде несиеге бату, халықтың несиеге бату көрсеткіші өте жоғары. Біз соңғы 2 жылдан бері осыны өте қызу талқылап келе жатыр. Кез келген қоғамдық орта, мәжіліс болсын, соңғы жарияланған, жаңада айттым, тұтынушылық несиеде 24%-ға өсіп кеткен, 42%-ға шатаспасам. Соңғы жарияланған мәлімет көрсеткіші өте жоғары енді. Айналып келген кезде халық несиені көп алып жатыр, бірақ ішінде төлей алмай қалатын жағдайларды жиілеп бара жатыр. Енді келіп, біз сол жаңағыдай халықтың қаржылық жағдайын шешу мәселесі туындаған кезде халыққа көмекке келудің орнына жаңағыдай несиесін төлей алмайтын адамдарды бүйтіп ысырып тастап, несиесін төлей алатын адамдарды бүйтіп банктерге шығарып беріп, сол арқылы банктердің бір жаңағыдай қаржы саясатын жүргізуіне жақсы жағдай жасап беріп отыр деген ой туындап жатыр. Кейбір мамандар сондай пікір айтады. Осы ойға сіз не айта аласыз? Енді біздің ойымыз бойынша бұл заң көптеген жақты қарастырып отыр. Енді осы заңның, менің өзімнің жеке ойымды айтатын болсам, көптеген жаңа қарастырылған. Ол біріншіден жаңа алдындағы осы бағдарламада мен сізге айтып жатқандай дені сау, қызметке құлшынысы бар азаматтар бар, жұмыс істегісі келіп жүрген азаматтар бар. Сондай азаматтар егер ешқандай жалтару іс-әрекеттерін жасамаған, шын мәнінде мүлкі жоқ, сондай азаматтар болған кезде оларға кішкене әлеуметтік жағдайын дұрыстап алып, өмірді жаңадан бастаса, ол жаңағыдай қаржылық өзінің сауаттылығын артса, болашақта бұндай дәрежеге жеткізбесе деген сияқты халыққа көмегі де бар бір жағынан. Екінші жағынан банктерге кішкене несие берген кезде қарап дұрыстап беруін сұрау. Өйткені сіздер бұрынғы кезде жаңағыдай несие бере берулеріңіз мүмкін, оны өмір бақи демесе де енді әрине өздерінің уақыттары бар ғой, бірақ көптеген уақыт шамасында одан өндіріп алу шараларын жүргізіп,
отыра берген ол да дұрыс болмайды. Сіздер тек кішкене төлемділік төлем қабілеті бар азаматтарға бергендеріңіз дұрыс болады. Немесе мүліктерін қараңыздар, мүліктерін кепілге аласыздар ма деген сияқты, немесе ол жұмыс істеп жатқан жері бар ма нақты. Өйткені былай қарасақ, қазіргі кезде көптеген азаматтар телефон арқылы банкке бармай-ақ, телефон арқылы жаңағыдай Face ID дейміз ғой, сол арқылы қарап, 2-3 пункттарын толтырған кезде банктердің атынан несие беріліп жатқан жағдай бар. Ол кісі төлей ала ма, төлей алмай ма. Сондықтан бұл жерде жауапкершілік ол халық тарапынан да болады, банк тарапынан да, банктердің тарапынан да болады. Сол несиені біз ертең қайтара аламыз да, қайтара алмаймыз да. Оны біз қазір несие береміз, ол кісінің мүлкі жоқ, ол ешқандай жерде жұмыс істемейді. Ол жай жалтару мақсатында алып, ол болашақта банкрот деп жариялап, банкротпен кешіріліп кетсе не істейді деген сияқты банктерде кішкене ойлар туындайды. Оларда да риск бар. Иә, риск бар осындай. Банкрот деп танылған адам бұрын оларға шектеу көп еді. Осы заң қабылданғанға дейін. Яғни елден шыға алмайды, сосын жаңағы мемлекеттік тұрғын үй бағдарламалары дейік, сондайларға қатыстырылмайды дей берсек. Қазір мына заң сондай шектеулерді алып тастап жатыр. Біз білмейтін тағы қандай... Жоқ, банк шетелге шыға алмайды деген заң бар, қалды. Ол банкроттық рәсімде, банкроттық рәсімнің жаңағы айтып отырмыз ғой, сотпен жүргізетін банкроттық рәсімде ол қалған, ол заңда бар. Өйткені ол кісіде мүлік болуы мүмкін, мүлікті жаңағыдай сату жұмыстарын жасауымыз керек, ол кезде ол кісінің қатысуы міндетті. Егер ол жаңағыдай бір себептермен денсаулығына байланысты қандай да бір шара, қандай да бір қиын жағдайға түсіп қалса егер. Иә, дұрыс айтасыз, қандай да бір қиын жағдайда түсіп қалған денсаулықты емдеуге байланысты, немесе жақын туысын бір жерге денсаулықты емдеумен апару бойынша, немесе бір туыс кісі қайтыс болған жағдайда ол кісі шет елдерге шыға алады. Ерекше жағдайларда ол тек қана соттық банкроттық рәсімде қарастырылады, ал қалған рәсімдерде, екі рәсімде ол былай айтқанда қарастырылмаған, емін-еркін қозғала береді. Заң қабылданғанымен оны кейін түзетіп, не өзгертіп отыруға болады. Осы тұрғыдан алған кезде әйтеуір халыққа пайдалы болса, ең бастысы, сол тұрғыдан оны өзгертіп, жағдай толықтырып сөйтіп отыруға болады. Сіздердің пікірлеріңізше тағыдай осындай әлде жетілдіре түсетін тұстары бар ма осы заңның? Иә, ойымызша бізде қазір заң міне енді шықты. Ол заңның жүзеге асуына көптеген бізде жаңағыдай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бізде ақпараттық жүйе қазір жасалынып жатыр. Сол ақпараттық жүйеде адами факторды айтамыз ғой, сол факторларды алып тастау барысын қарастырылып жатыр. Сол егер жүзеге асу керек деген сенімдеміз. Сол факторлар жүзеге асып жатса, ол жаңағы электрондық жүйеде жаңағы мүлкі бар ма, басқа мемлекеттік органдар арқылы барлығын өзі қарап бізге жаңағыдай тексеріс нәтижесін беретіндей жағдай жасалып жағы қарастырылып отыр. Жаңа айтып отырған 5,5 миллион теңге дедік қой, меже. 5,5 миллион дейінгі және одан кейінгі деп. Сол қаншалықты әділ шешім, бәлкім оны өсіру керек пе еді жоғарырақ? Өйткені болмаса кеміту керек пе еді? Енді ол болашақта тағы да белгілі болады. Бірақ бұл заңның өзі әрине ол бір кісі жазып, бір кісі ойлап тапқан жоқ. 1500-ден аса жалпы эксперттер қатысты, мамандар қатысты, үлкен талқылаулардан өткен. Сол кезде осындай ортақ шешім және де халықаралық тәжірибелерді қарап, сол арқылы осы 1600 еселік айлық есептік көрсеткіш қойылған. Коллекторларға өтіп кеткен қарыздар туралы айтасыз ба? Солар қалай шешіледі? Адамдар ол жақтағы қарызын қалай банкроттықпен рәсімдейді? Коллекторларға өткен жаңағы біз осы заңның бәріне келе береді. Жаңағы соттан тыс банкроттық рәсім, соттық рәсімде де бірінші айтып жатқан банктер алдындағы қарыз, екінші микрокредиттік қаржы орталықтарына
ұйымдарына қарыздар бойынша және де микро коллекторлық агенттіктер деп айтамыз ғой. Сол коллекторлық агенттіктердің алдында да қарыздары осы заңдардың барлығына жатады. Жаңағы осы заңмен рәсімделеді. Осы яғни банкпен қалай банкроттықты жүзеге асырды, ол жақпен де солай арасында мәселесін шеше береді. Көбінесе жаңа қолданатын қарыз деңгейі көбіне сол 5,5 миллион теңгеге дейін қарыздар ғой. Ол жерде негізгі бізде банктер алдындағы кредит қарыздары, жаңа микроқаржы ұйымдары мен коллекторлар алдындағы осы үш аталып кеткен тізім бойынша қолданылады. Жаңағы ол жерде коллекторлық агенттер мен осы жерде айтып кеттім. Түсінікті. Онда сізге үлкен рахмет, біраз уақыт бөліп келгеніңізге. Ел жұртымыз біраз хабардар болады деп ойлаймын. Алдағы уақытта сіздер осы наурыз айына дейін тағы да түсіндіру жұмыстарымен айналысасыздар, қоғамдық орындарда брошюралар таратасыздар, тағы да түсіндіру жұмыстарын жүргізесіздер. Соның барлығына табыс тілеймін. Ел жұрты осы заң көмегін пайдаланып, біраз қаржылық жағдайын түзейді деп ойдамыз. Құрметті көрермен, біз осымен сұхбатымызды аяқтаймыз. Біз алдағы уақытта да өзекті деген тақырыптарды қозғайтын боламыз. Біздің арнамызға жазылып, пікір қалдыра жүріңіздер. Амандықта болайық.